Армысыздар, құрметті көрермендер, менің есімім Жансая. Бүгін біздің студиямызда қонақта болады Ұлдана. Қош келдің, Ұлдана. Мен сауалдарыма шынайы әрі нақты жауап беремін деп уәде бересің бе? Иә. Жақсы, ендеше кеттік. Жаңа оқу жылы жақындап қалды. Сабаққа дайындығың қалай? Жаңа пәндерді оқып үйреніп отырсың ба? Иә. Мектепте қандай пәнді ұнатасың және не үшін ұнатасың? Бір саған ұнайтын пәнді айтшы. Маған өте ұнайтын пән орыс тілі пәні. Орыс тілін неге қатты ұнайды саған? Өзіме сол пән қатты ұнайды. Ата-аналарым кішкентай кезімнен сол тілді үйретіп, сонда сөйтіп үйреніп кеткен. Мектепте ең қызық болған оқиғаңмен бөліссең, бізге де қызық болсын. Менде қызық оқиғалар өте көп. Қайсын айтарымды білмеймін. Министр деген кім сенің ойыңша? Қандай адам? Ол кісіні танисың ба? Жоқ. Оқу ағарту министрінің аты жөнін білесің бе? Жалпы ол кісіні танисың ба? Ол кісімен кездескенсің бе? Жоқ. Ол аты жөнін білесің бе? Білмесем мен саған айтайын, ол кісінің аты жөні Асхат Аймағамбетов, келесіде білетін боласың. Министрдің қабылдауында болсаң, мектепке оқуға қандай ұсыныстар айтар едің? Мен ұсыныстардан кондиционер қосса деймін. Свободный формасын үлерт қосса деген. Болашақта қандай мамандық иесі болғың келеді, немен айналысқың келеді? Мен болашақ мамандыққа дизайнер болғым келеді. Не үшін дизайнер болғың келеді? Ата-аналарыма түрлі сырға, жүзіктер не жасағым келеді. Өзіңнің класстастарыңа, достарыңа, замандастарыңа қандай тілек айтасың? Бәрі жақсы болып, бәрі өскенде бай болып, жақсы болып өссе. Ұлдана, сізге көп рахмет біздің бағдарламамызға қатысқаныңызға. Біздің бағдарламамыз аяқталды. Қош сау болыңыздар.